Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 13 мамырға арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет РМК синоптиктері бүгін 13 мамырда еліміздегі қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжам жасады. Белгілі болғандай, атмосфералық фронтальды бөлімдердің әлі де Қазақстан Республикасының басым бөлігіне әсер ететін болады. Сондықтан ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Найзағай ойнап жаңбыр жауады. Солтүстікте қатты жаңбыр жауады. Елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде, оңтүстік-батысында, оңтүстік-шығысында бұршақ жауады. Тек республиканың солтүстік-шығысында, шығысында, оңтүстігінде, орталығында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді. Солтүстік-батыста, солтүстікте қатты жел, түнде және таңертең шығыста тұман болуы мүмкін. Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, Ұлытау облысының орталығында, Ақтөбе облысының қиыр оңтүстігінде, Абай, Қостанай облыстарының оңтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Атырау облысының батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында өрт қаупі жоғары, Қызылорда облысының батысында өрт қаупі жоғары, Қызылорда облысының Қазалы ауданында, Түркістан облысының Шөлді аудандарында, батысында төтенше өрт қаупі сақталып отыр. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.